Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен G және C әріптерін қалай дұрыс оқуды үйренеміз. Кей кезде G әріпі G болып оқылады, кей кезде C әріпі K болып оқылады. Ол үшін сіздер осы үш әріпті жаттап алу керексіздер. E, I, Y бұл өте маңызды. Себебі осы әріптердің алдында G әріпі тұрса, онда ол G деп оқылады. Мысалға orange, giraffe, angel. Ал егерде басқа әріптер тұрса, O, A әріптер тұрса, онда G болып оқылады. Мысалға go, game, goat. Енді C әріпін қарастырайық. Бұл жаңағы E, I, Y әріптерінің алдында C әріпі тұрса, онда ол S болып оқылады. Мысалға city, ice, face. Ал басқа әріптер тұрса, онда K болып оқылады. Мысалға cat, cow, car. Ережеге бағынбайтын сөздер бар. Ол give, get, tiger, forget. Бұл жерде E, I, Y әріптері тұрса да, G әріпі G болып оқылып тұр. Енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Cell, circle, gypsy, agent, age, gun, clap, general.